Құрметті партнерлар, сіздердің назарларыңызға біздің жаңа проектімізді ұсынамыз. Біздің проектіміздің аты Limon Mall. Бұл бүкіл СНГ елдерінде саудасын жүзеге асыратын маркетплейс болмақ. Инеден бастап автобөлшектерге дейінгі тауарлардың ассортименті болады. Limon Mall'дың басты ерекшелігі біріншіден 3 түрлі товар болады. Бұл Лимонның өзінің бренді, собственный бренд Лимона, Қытайдың басқа өндірушілері және де местный, яғни жергілікті өндірушілер өзінің тауарын осы Limon Mall'да саудасын жүзеге асыра алатын болады. Біздің қандай тағы да плюстарымыз бар? Бізде доставка тегін, салмаққа төлеудің қажеті жоқ, бағасы нарықтағы бағадан төмен, себебі тікелей біздің өндірушілерден болады және де сапасы өте жоғары. Сондай-ақ өзіміздің склад пен пункт выдача болғандықтан система обмена возврата жақсы қойылған болады. Бұл Limon маркетплейсін ұсынып отырған компанияның аты Huawei деп аталады. Huawei компаниясы Қазақстан нарығына 10 майда келген болатын. Жалпы бұл компанияға 1 жыл болды. Қытай компаниясы бастауын Қырғызстанда 24 жылда шілде айында алған болатын. Бұл компанияның негізін қалаушы Қытай бизнесмені Ли Хонли деген кісі осы Limon маркетплейсінің авторы болып келеді. Және де бізде Limon маркетплейсін халыққа таныту үшін ең алдыменен рекламалық құрал ретінде маркетингті таңдап отырмыз. Өйткені маркетинг арқылы тек қана информация таратып қана қоймай, сонымен Лимонның тікелей уже потребительдерді, яғни Лимонның клиенттерін жинауға болады. Және біздің маркетинг арқылы тез табысқа шығуға болады. Ол үшін маркетингпен танысайық. Бізде ең алдымен маркетингтен табыс табу үшін біздің партнеріміз болуымыз шарт. Бізде партнерліктің 3 түрлі пакеті бар. $196. Сізде Huawei компаниясының маркетингі бойынша берілетін өнімдерге 30% жеңілдік береді. Алтын картасы $500, 40% жеңілдікпен, және де бірлер картасы $1000, 50% жеңілдікпен. Қазіргі таңда біздің керемет акция бойынша $196 сіз бірден картаңызды алтынға дейін үлкейте аласыз, $504 картаңызды бриллиантқа үлкейте аласыз. Сонда $1000 төлеудің қажеті жоқ, күміс картасын қарастырмаймыз. Сонымен қоса $196 сіз тек қана карта алып қоймайсыз, компанияның өнімінен 4 өнім ала аласыз, $504 12 өнім аласыз. Және де ай сайын біздің жаңадан келген партнерларымызға әртүрлі сыйлықтар беріледі. Мысалы, осы айда $196 сіз бір набор косметики ала аласыз, $504 2 набор ала аласыз косметикадан. Сонымен қоса сіз компанияға партнер болып келген кезде официальный сайтта өзіңіздің кабинетіңіз болады және де структурада орныңыз болады. Мысалы, бриллиант картасын алдық делік. Біздің компания маркетингі тринар жүйесі бойынша жұмыс жасайды. Тринар жүйесінде әр партнердің осындай 3 структурасы болады. Ал енді табыстарды атап өтейік. Ең алғашқы сіздің табысыңыз бұл реферальный бонус деп аталады. Реферальный бонус бұл өзіңіздің жеке шақырған партнерларыңыздан табатын табысыңыз. Ол бізде бір циклдан тұрады, әр цикл 3 адамнан тұрады. Әрбір бірінші, екінші адам сізге 20% табыс әкеледі, ал әрбір үшінші адам 60% табыс әкеледі. Есептеп көрейік. Біздің компанияда 0,8 деген қауіпсіздік коэффициенті бар. Осы коэффициентпен есептеген кезде өзіңізге алғашқы жеке партнер жазғаныңызда, мысалы $500, онда сіздің табысыңыз 20%, демек $80 құрайды. Ал екінші партнеріңіз $196 жазылатын болса, ол да сізге 20% әкеледі, демек табысыңыз $30 болады. Ал үшінші партнеріңіз мысалы $504 жазылатын болса, онда ол сізге 60% табыс, яғни $240 табыс әкеледі. Осылайша әрбір 3 адамнан тұратын цикл сізге осындай табыс әкеліп отырады. Сондай-ақ 4-ші, 5-ші, 6-ші адамыңыз дәл осындай. Мысалы 20% 4-ші, 20% 5-ші, 6-ші адамыңыз 60% сізге табыс әкеледі. Бұл біздегі бірінші реферальный бонус бойынша табатын табысыңыз. Екінші табысымыз ол бізде сіздің структурный товар обороттан табатын табысыңыз. Оны шексіздік жаңағы тереңдікпен табуға болады. Ол үшін басты орындалу керек 2 шарт бар. Біріншісі сізде міндетті түрде дистрибьютор статусы болу керек, және де екінші шарт ол сізде бриллиант картасы болу керек. Яғни басында сіз алтын картаға кіретін болсаңыз $196, кейін міндетті түрде апгрейд жасап $504 дейін өсіріп, өзіңіздің картаңызды бриллиантқа үлкейтуіңіз керек. Ал дистрибьютор шартын орындау үшін міндетті түрде структурный товар оборот $10,000 жасауыңыз керек. Яғни бірінші тармағыңызда, бірінші структураңызда $5,000, екіншіңізде $5,000 товар оборот болу керек. Осы шарттан бастап сіз дистрибьютор статусын орындаған болып есептелесіз және өзіңіздің структурный товар оборотыңыздан 4%-ға ие боласыз. Яғни ол сіздің партнерларыңыздың шақырған әрбір партнері сізге 4% шексіздік тереңдікке дейін әкелетін болады. Ал егерде сіз өзіңізге тек қана 2 структурамен емес, 3 структурамен жұмыс жасайын деп шешім қабылдасаңыз, сол стратегияны таңдасаңыз, онда сізде бір аяғыңызда $5,000 товар оборот болу керек, ал екіншісінде, яғни екеуін қосқан кезде немесе $5,000 болу керек. Бұл біздегі структурный товар обороттан сіздің табысыңыз. Ал енді бізде үшінші табыстың түрі бар. Ол чек от чека деп аталады. Ол қай кезде жүзеге асырады? Сіздің структураңызда бір дистрибьютор, дәл сіз сияқты бір дистрибьютор шыққан кезде, онда осы дистрибьюторыңыздың табысынан сіз 10% табысқа ие боласыз. Бұл чек от чека деп аталады. Бірақ бұл дистрибьютордың структурасы сізге жабылады. Бұл структурадан сіз шексіздіктен 4%-ға
4% таба алмай қаласыз. Сондықтан қайтадан дистрибьютордың структурасы ашылу үшін міндетті түрде екінші статус, менеджер статусын орындауыңыз қажет. Ол үшін бір тармағыңызда 20 мың, екіншісінде 20 мың доллар товар оборот болу керек. Ол бізге 40 мың доллар береді, яғни және де осы сәттен бастап сіз өзіңіздің глубинаңызда структурный товар обороттан 4%-ға ие боласыз. Енді бұл жердегі айта кететін біздің компанияның басты ерекшелігі, бұл жүйенің басты ерекшелігі, бүкіл товар оборот бізде накопительно жүреді, яғни ай сайын активация жоқ. Сіз тек қана бір рет 196 немесе 504 долларға өзіңіздің пакетіңізді аласыз. Одан кейін қайта объем продаж жасаудың қажеті жоқ. Сондықтан система товар обороты бізде накопительно жүреді. Бұны қаласаңыз бір аптада, қаласаңыз бір айда жасай аласыз. Ол өзіңіздің белсенділігіңізге байланысты. Бірақ бұл біздегі екі статусымыз, бұл промежуточный статус. Себебі маркетинг бойынша ең басты, ең негізгі статус бұл бізде статус старший менеджер статусы. Ол қай кезде орындалады? Сіз структураңызбен 100 мың доллар товар оборот жасаған кезде сіз старший менеджер статусына ие боласыз. Бұл жердегі товар оборот накопительно жүреді, яғни қаласаңыз бір айда, қаласаңыз бір жылда жасауыңызға болады. Осы сәттен бастап сіздің табысыңыз 8%-ді құрайды структурный товар обороттан. Ол күнделікті сізге 200-ден 500 доллар арасында табыс әкеледі екен. Және де сыйлық ретінде Қытайға 8 күнге путевка беріледі. Келесі, сіз ары қарай статус бойынша өсе бастайсыз. Бұл жерде егер сіздің екі тармағыңызда бір старший менеджер пайда болған кезде, онда сіздің статусыңыз бір жұлдыз деп аталады. Бұл жердегі басты нюанс, бұл біздің старший менеджерларымыз міндетті түрде сіздің жеке шақырған партнеріңіз болуы шарт емес. Бұл сіздің структураңыздан шыққан кез келген партнер болса болады. Осы сәттен бастап табысыңыз 5%, күнделікті сізге 500 бен 1000 доллар арасында табыс әкеледі. Және де сыйлық ретінде 1000 долларлық телефон сыйлыққа беріледі. 2 жұлдыз болу үшін сіздің менеджерларыңызда бір жұлдыз, ол кездегі табысыңыз 3%, күнделікті алатын табысыңыз 2000 долларды құрайды, және де 5000 доллар құнында сыйақы беріледі. 3 жұлдыз болу үшін менеджерларыңызда 2 жұлдыз, 3% табысыңыз қала береді, бірақ алатын ақшаңыз өседі 2 есе, күнделікті 5000 долларды құрайды. Және де бұл жерде алғашқы автобонус 20 мың доллар құнында. 4 жұлдыз болу үшін сіздің менеджерлеріңізде 3 жұлдыз, осы кезде бүкіл 3 структура қатар жұмыс жасау керек, әрқайсында бір 3 жұлдызды менеджер болу керек. Бұл кездегі табысыңыз 2%-ді құрайды, күнделікті сізге 10 мың доллар әкеледі. Және де екінші автобонус 40 мың доллар құнында. 5 жұлдыз болу үшін сіздің менеджерлеріңізде 4 жұлдыз, 2% сізге табыс әкеледі, күнделікті алатын ақшаңыз 20 мың долларды құрайды, және де 150 мың долларға сізге баспанаға сыйақы беріледі. Бірақ басында ғана айтып кеткеніміздей, бұл бізде рекламалық құрал, яғни сетевой маркетинг уақытша арналған программа. 2027 жылдың басында бұл жүйе толығымен тоқтайды. Ары қарай біздің партнер шақырмайды, карта сатпайды, сет құрмайды. Кімде-кім осы уақытқа дейін 100 мың доллар товар оборот жасап үлгерсе, немесе осы жұлдыздардың қайсы біріне ие болған болса, онда автоматты түрде Limon Marketplace-ның 49%-ық акциясын бөліске бөлетін акционерлердің қатарына қосылады, және де өзінің дивидендін алып отырады. Бұл біздегі 4 түрлі табысымыз, біздің компанияда. Ал енді 5-ші табыс, бұл таза Limon Marketplace-нен алатын табысыңыз. Егер де сіз 49%-ық акционерлікке үлгермей қалсаңыз, тіпті үлгерген болсаңыз да, онда сіз компанияның күміс, алтын, бриллиант картасын алғаныңыз үшін Limonның ерекше клиенті боласыз, яғни өзіңіздің скидкаңыз бен бонусыңыз болады. Ал және де Қазақстанда Limon ашылған кезде сізге бір айға ссылка беріледі, бір ай уақытқа. Бұл ссылканы сіз өзіңіздің таныстарыңызға таратасыз. Бұл таныстарыңыз кім? Бұл Limonның потенциальный клиенттері. Сіздің ссылкаңыз арқылы Limonға тегін тіркеледі, және ссылкаңызды тегін басқа өзінің таныстарына тараталады. Ол кісілер де Limonның потенциальный клиенттері. Осылайша сізде 3 поколение қалыптасады, 3 тармақ қалыптасады. Міне осы жердегі кісілер саны, партнерларымыздың саны шексіз. Олар ссылка бойынша тіркеліп, Limonның сауда жасаған сайын сіз өзіңіздің табысыңызды көресіз. Мысалы, бірінші поколениеңіздің товар оборотынан 3%, екіншісінен 2% саудасынан, үшіншісінен 1% табысқа ие боласыз. Және де Limon Marketplace-ның арнайы біздің партнерларға ойлап тапқан промо акциясы арқылы сіздер айта аласыздар. Сіз менің ссылкам бойынша тегін тіркелетін болсаң, онда бірінші товарыңды өте арзан бағада, мысалы үшін 90-80%-ық жеңілдікпен ала аласың. 10 мың товарын 1000 теңгеге, 100 мың товарын 10 мың теңгеге дегендей. Және де олар бірінші товарын сатып алған кезде жеке кабинеттерінде тағы да осындай 5 товар алуға мүмкіндік ашылады. Демек, сіздің ссылкаңыз арқылы сіздің таныстарыңыз Limon Marketplace-нан 6 товарды 80 мен 90% арасындағы жеңілдікпен алуға мүмкіндігі болады. Және де әрбір бірінші сатып алушы бізде лотереяға қатысып, автомашинадан бытовая техникаға дейін ұтып алуға мүмкіндіктері бар. Бұл біздің компанияның 5-ші пассивті табысы болып келеді.